Жогорку
кеңесінің төрағасының басшысы жұбайымен менің жанымда отыр, өздеріңіз білесіздер. Былтырғы желтоқсанның 16-сында тәуелсіздігімізді жариялаған кезде жоғарғы кеңестің төрағалық жасап отырған осындағы даулаулар көп ұлтты депутаттардың арасынан көп халықтың ішінен сөз тауып, дұрысын тауып, басын біріктіру оңай мәселе емес. Сондықтан айтқан рахметтеріңізді осы кісіге жолдасаңыздар екен деп айтамын. Екіншіден, осы дастархан басында отырған кабинет министрінің төрағасы Терещенко деген жолдас бар. Бұл ылғи айтушы еді. Менің қазақша сөзім ол жақтан келмес. Бірақ бүгін ойлап қалды. Ол жақтан бағанда қазақтың тілін айталай үйренуі керек. Сондықтан мінекей төрағалық жасап осының барлығын ұйымдастырған өкіметті басқарып отырған азаматымыз Сергей Терещенко. Біздің вице-президент Еркен Асанбаев президент көйлестерінің Шымкент облысына келді. Тағы да 19 облысты басқарып отырған біздің әкімдеріміз отыр осы арада. 19 облыстың кеңесін басқарып отырған төрағалар отыр. Жаңа жігіттердің айтысында бұл президентінің жайында албайтын сұмдақтай бұқар жырау неге болмайды дейді. Сондықтан менің жанымда жүрген серіктерім, бір жағынан, екінші жағынан серіктерім, үшінші жағынан замандастарым, Олжас пен Мұхтар бар. Солар аман болса, тілмен де сөзімен де біздің істеп жатқан қызметке ел жұртқа тандар деп ойлаймын. Одан басқа да жазушы ағаларымыз бар, неше түрлі біздің жарып шыққан келген ақындарымыз да бар, композиторларымыз да бар. Қолымыздан келгенше бәрін өзімізді көрсетіп жатырмыз. Сондықтан мынау Қара шаңырақтың ақ дастарханы алдарыңызға жайылып тұрған кезде менің жаңа айтқан сөзіме қосып айтатыным, әр уақытта ата жұртқа жолдарымыз ашық болсын. Осы іздеп келген жұртымыздың бірлігі, жерінің тұтастығы, басындағы бейбітшілігі ұзағынан болсын. Бәрімізге жақсылық тілейік, бақытты болашақ тілейік. Өркениетті ел болуды арманын білген халқымыздың арманы орындалсын дейді. Сондықтан алдарымызда тұрған мынау аққымызды ақ ниетпенен бәрімізге жақсылық пен бақыт тілеп, көтеріп жіберулеріңізді сұраймын.
шаршаған қалды. Міне қазір жетті, осыған шүкір, осы ұзағынан қосты. Біз сіздерге әрқайсымыз жолығып жеке көңіліміздіміз. Бірақ осы тоймен бітпес, есік ашылды, жол салынды, сіздерді көреміз. Елдеріңізге үлкен сәлем айтамын. Но каждый человек область для нас дорог. Будь то казах, будь то немец, будь то русский, будь кто-то другой. Я понимаю, что сегодня многие из вас решают вопрос по тому, где быть, вернуться на родину предков или нет. Это дело каждого человека, и я думаю, каждый человек может для себя решать. Мы же, администрация Тюменской области, считаем, что наша задача состоит в другом. Наша задача состоит не в том, чтобы людей отправить. Наша задача состоит в том, чтобы людей сохранить, чтобы людей оставить в области, а для этого не запреты нужны. Bu ülkenin kurultayı tutuktayım. Kuday kurultayınıza, bağrınıza selayım. Hoca Ahmet Yesevi degen kişi, hükümetler yazman kişi. Ahmet Yesevi Size kaç yerden sizin saraylarının gelgeni varını açtım. Sonuçta sözde var, sizde var. Dolaptan gelgen bağlılarımızda bir işkentay yetiyorum gelir, sınırlıklar bölgesine selimde kısırıyla artık işim olmadan yetiyorum da artık arkayım. Birinin adı Albaykan, birinin adı Adraykan, yetiyorum da Narbiye getirmekte. Kazakça bildiğin var mı? Kimden geldi? Babalar dedi. Babalar da hoşuma bakmasın.
Но начну его такими словами. Велик и счастлив будет тот народ, который слышит из уст президента песни. А сегодня я хочу сказать, что мы представляем Астраханскую область, где проживает 130 тысяч казахов, каким является Уралтай. Мы, астраханцы, всегда были, есть и будем самыми близкими, самыми добрососедскими отношениями крепить нашу дружбу. Позвольте, уважаемые друзья, поблагодарить вас за теплый товарищеский прием, выразить надежду, что наши добрососедские отношения послужат улучшению жизни народов, проживающих на наших территориях, и Shall
İstanbul'dan arnay yaşatılgan ata-babamızın ölgönümüz tirilip, göçkönümüz jangan, davlagan jalın suumuz, ölgönümüz tirilgen jalsız joktan gelen kazaklarımız, kadırlı kanımız sizge olsun jasagan. Mınaның түрі жақсы. Әбек арнай жасадық. Мынау жаңбырда күнде солмайды. Қадірлі төраға. Шықпайды. Кішкене көгілдір Күнге солмайды. Жаңбырда бұл енді осы бүтін кететін сулар ортақ жасалады. Арнай әкелдік. Отанымыз. Это будет гимн всех казахов, возвращающихся на Bunu biz Yurtdoshlik komiteti 60 yoshlik және оның семьясының мына жанымызда отырған үлкен адам кісі қайғырысып, соларға деген көңіліне кішкене де болса бір септігіміз тисе деп алып берген үлкен кісі базарлық деп түсінеміз. Ал енді мәке осыны бүгін шетелдерге сол көп істеуіміз керек болғанын ойдан Қазақстан таныту шетелде. Дауысымыз шыққанша Қазақстанды таныту, сіздерге айту. Мен Қазақстан жерде ешкім білмейді. Көп істеуіміз қайдан келді, Қазақстанды білмесең, қай жерде жүреді. Достық қоғаммен соған болдық. Аз болса қанымыз сол Қазақстанды танытқан кез танысың. Құрылтай келіп жатқан осы әкелмеген. Көп болмаса да, аз болса да көптісі көріп жүрдік. Көмектесіңіз, көмегіміз беріңіз. Biz адамгершілікті, адамның қасиетін жақсы түсінеміз. Қазақта жақсы мақал бар. Көңілмен берген ине, көңілсіз берген түйеден қымбат болады дейді. Siz алады деп тұрсыз. Біз бұны үлкен байлық деп санаймыз. Үлкен сіздің жүрегіңізден шығып, адамгершілігіңізді көрсеттіңіз. Ереке, ерекеп жүрдім деп келген кісідір. Мұнда біз рахмет айтамыз. Бұл 5 балаға 5 жігітке ат болады. Бірақ дегенмен сіздің ар жағыңыздағы жүрегіңізден шыққан жауаптың өткіп қазақ қаласында қалып үшін. Біз сияқты үлкендер үшін, іскерлер сияқты жастар үшін үлкен ұят. Адамгершілікке, қасиеттілікке шақырады. Мұнда бір рахмет айтамыз. Барған жерде кейді айналайын. Мына атам қазақтың 5 түлік малының, 4 түлік малының бір өтері баған, осы бірге бердіңіз. Құдай көп жасаңыз, балаларымыз қырын көріңіз, мен сияқты қартайып шығарып алыңыз. Рахмет айтамын. Ал енді мына министерствода френзейміз, денсаулық министрлігінің соның кеңесшісі, жұмыс қызметі қатынасы. Біреусін осыған берейін. Мына бауырыңыз асы. Мына кімде? Үшеуден ба? Онда мұнда қанша? Ешім ғой. Тағы
Поехали, сейчас газетный снимок сделаем, а потом, может, он не шел сюда. Қолыңмен бүйтесің ғой, иә? Біз бұдан бұрын өзіміздің бағдарламамызда сонау Норвегиядан дүниежүзі қазақтарының құрылтайына келген қандастарымыздың құр қол келмей, өзінің халқына деген қолдауын, көмегін ала келген туралы айтқан болатынбыз. Ол Норвегиядан келген Махмуд Башташтардың сол көмегі бүгін міне парламент үйінде республикадағы мүгедектер қоғамының бір топ адамдарына табыс етіліп отыр. Ендігі сөз кезегін осы қоғамның мүшелеріне берсек. Біріншіден менің айтқым келетін Махмуд ағамызға және жанымызда тұрғанына, оның балаларына, жеңгейге де көп рахмет, алғыс айтқым келеді. Өйткені бұл кісілердің жасап отырған көмегі бізге деген осы жүрегінен шыққан шын ойымен көмектесем деген ой деп өзіміз сондай сеніммен артып, сөйтіп ойлап отырмын мен мысалы өзім. Шынына келсе біз осы ақырғы кезде қазір әбден үйреніп кеттік пе, білмеймін. Біреу бізге қонаққа келсе әйтеу көмек сұраймыз ба, көмек күтеміз ба, сондай бар. Өйткені мүмкін өзіміздің осы қазіргі егеменді Қазақстанның экономикасына байланысты ба, білмеймін. Мүгедектердің жағдайы